Елімізде пандемия жарияланғаннан бері көптеген мектептер онлайн оқу жүйесіне ауысқан болатын. Алайда 11-ші сынып түлектері алдымыздағы ұлттық бірыңғай тестілеуді қалай тапсырады? ОБТ қандай платформада өтеді? Осы жайында толығырақ барлығымыз бірге білейік. Мектеп қабырғасындағы уақыт кімге болса да ыстық көрінеді, әсіресе бітіруші түлектер үшін. Алайда 2020-2021 жылдың түлектері үшін аты жаман індеттің кесірінен болған онлайн білім жүйесі әбден ауыр тиген сияқты. Биыл енді 11-ші сынып бітіретін түлек балам болғаннан кейін уайымдаймыз. Мынау карантиннің салдарынан ентіға дұрыс дайындық болып жатқан жоқ. Мектепте енді бәрі онлайн сабақ, офлайн сабаққа жетпейді ғой, кәдімгідей дәстүрлі сабаққа. Таңдау пәндеріміз биология, химия болып отыр. Бірақ енді қашықтықтан оқығаннан кейін тиісті деңгейде ол білімді бала ала алмай отыр. Сондықтан да биылғы жылғы ентіні жақсы тапсырып, жақсы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін әрине баламызды қосымша сабаққа беріп отырмыз. ОБТ-ға дайындық барысы бойынша ботагөздің өзінен де сұрай кеткен болатынбыз. Аптасына 3 рет қосымшаға барамын, күніне 2-3 бардан 6 сағаттай боламын. Менің таңдаған пәндерім химия және биология. Болашақта медицина саласына түскім келеді. Онлайн оқудың жақсы жақтары өзіме деген көп артық уақыттар болады. Бос уақыттарым яғни, ал минустары өзімізге жеткілікті қажетті білім ала алмаймыз. Әзірше білім және ғылым министрлігі тарапынан қайта дәстүрлі жүйеге ауысу бойынша еш хабар жоқ. Бірақ ата-аналар өздерінің балалары үшін қатты уайымдайды. Қосымша сабаққа барады, аптасына 3 рет. Енді ол да меніңше жеткіліксіз, ол өте аз, бәрібір мектепте алған білімге жетпейді. Егер осы биылғы жылы мынау кішкене карантиннің саябырсып басылғаннан кейін офлайн сабақ ашылса бізге жақсы болар еді. Көп көмегін тигізетін еді. Әлі де қаншама тақырып бар игерілетін, әлі қаншама пәндер бар оқитын. Енді өзімде мысалы мұғаліммін, өзімде мектепте оқушыларым бар, олардың да дайындығы кішкене әлі жеткіліксіз деп ойлаймын. Оларға да көп дайындық керек. Оларды тиісті деңгейде дайындай алмай жатырмыз. Қашықтан оқуды әрине балаға енді барынша жеткізуге тырысамыз, дегенмен де көп жағдайда енді өзіміз ойлағандай жетістікке қол жеткізе алмай жатыр деп ойлаймын. Рахманберді Альбина, Нұр Сұлтан қаласы, арнайы Еуразия ұлттық университеті үшін.